Саламатсыздар, сіздермен Думан ағай. Математикалық сауаттылық нұсқасын талдайық. Кестеде қарағайдың көлемі мен массасының арасындағы тәуелділік көрсетілген. Сұрақ белгісінің орнындағы санды көрсетіңіз. Бұл жерде қарапайым заңдылық болып тұр. 1-ге 0,6, 2-ге 1,2, 3-ге 1,8 деген сияқты сәйкес жазылған екен. 0,6 деген сан 2-ге көбейтсек 1,2 шығып тұр. Сол санды 3-ге көбейтсек 1,8 шығып тұр. Демек біз 0,6-ны 6-ға көбейтуіміз керек. Енді alt жерде 6, 36. 36 үтірден кейін бір сан болып тұр. Демек үтірден кейін бір сан қалу керек. Демек 3,6 болады екен. Жауабы D. Келесі. Сұраққа өтейік. 6 натурал сан туралы кейбір мәліметтер берілген. Ең кіші саны 37, өзгеріс ауқымы құлашы 24 болса, сандардың ең үлкенін табыңыз. Енді өзгеріс ауқымы немесе құлашын табу үшін ең үлкен саннан, ең үлкен санымыз А болсын, азайтамыз ең кіші санды B-ны. Сол кезде бізде құлашы 24 болып тұр деп тұр. 24. Ал енді бізге ең үлкен санды табымыз керек. А-ны табу керек. А-ны табу үшін 24 мұна минус B деген санымыз екінші жаққа өткен кезде плюс B өтеді. Енді бұның орнына бізде 37 болып тұр. Демек А деген үлкен санымыз 24 қосу 37 болады екен. Сонда қоссақ 61 шығады. Сонда жауабымыз D екен. Келесі есепке өтейік. Зауытта құрастырылған автокөліктердің ақауы болу ықтималдығы 0,1 болса, ақауы болмауының ықтималдығын табыңыз дейді. Енді барлық мүмкін оқиғаның барлығы бізде бірге тең. Сол бірден 0,1-ді азайтуымыз керек. Сонда жауабы бізде 0,199, ол Б жауабы болады екен. Келесі, Санжардың ақшасы Құралайдың ақшасының 80%-ын құрайды. Құралайдың ақшасы Санжардың ақшасының неше пайызын құрайтынын табыңыз. Демек, Санжардың ақшасы ол 80%, ол 0,8. Себебі 1 дегеніміз ол 100% болса, онда 80% дегеніміз ол 0,8. Құралайдың ақшасына көбейткенге тең болып тұр. Енді бұл жерде керісінше өрнектеуіміз керек. Құралай неге тең болатын? Ол Санжардың ақшасын 0,8-ге бөлеміз. Енді 0,8-ге бөлу үшін енді алдында 1 деген саны бар. Санжардың енді көрінбей тұрған саны бар. Сол 1-ді 0,8-ге бөліп отырық. Ал 0,8 дегеніміз ол 0,8 дегеніміз ол 10-8. Енді 1-ді бөлген кезде екеуі орнына ауысып түседі. Сонда 8-ден 10 болады екен. Ол қысқартып жіберетін болсақ, қысқартатын болсақ 5, мына жаққа 4. Енді 4-ті 5-ке калькулятормен бөле салсаңыздар да болады. Ол бізде 1,125 деген санды көрсетеді. Демек, 25% артық болып тұр. Калькулятормен бөлген кезде, мысалы, сіздер 1-ді бөлдіңіздер, 0,8-ге қанша пайыз артық құрайтынын тауып деп тұр екен бұл жағдай. Кей кезде бізге есеп келеді, қанша пайыз артық деп. Сол кезде 1-ді азайтсаңыз болады. Енді бұл жағдайда қанша пайызын құрайды екен. Демек, 125 деп жауап береміз. Келесі есепке көшсек, сурет бойынша берілген заңдылықты анықтап, сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз. Енді бұл жерде 7-ден 3-ті азайтсақ 4 шығып тұр екен. Ары қарай орындалам екен көрейік. 12-ден 8 азайтсақ та 4 шығып тұр. Келесінде
11-ден 6-ны азайтсақ 5, 18-ден 13-ті азайтсақ 5 шығып тұр екен. Демек, сол заңдылықпен 14-тен 8 азайтсақ 6, 26-дан 20-ны азайтсақ 6. Демек, осы 6 деген санды белгілейміз. Келесі. Көбейтіндісінің мәні қандай цифрмен аяқталады? Енді бұны калькулятор сала салсаңыздар да болады, бірақ енді уақытты құртпас үшін ойша есептеп көрейік. 1-ді 3-ке көбейтсек 3, 3-ті 5-ке көбейтсек 15, соңы 5-пен аяқталып тұр. 5-ті 7-ке көбейтсек 35, тағы 5-пен аяқталады. 5-ті 9-ға көбейтсек 45, тағы да 5-пен. 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 5-ті 3-ке көбейтсек 5-пен аяқталады. 5 жерде 5-ін 25, 5-пен аяқталады. 7-мен көбейтсек тағы да 5, 9-мен көбейтсек тағы да 5. Демек, бұдан Д деген жауап дұрыс екенін көреміз. Келесі. 7-ші есеп екен. Қапта 5 боялған және 7 боялмаған асықтар бар. Қаптан кездейсоқ алған асықтың боялмаған болуының ықтималдығы. Бізге ықтималдықтың формуласы ПА тең М бөлінген N. Бұл жерде М дегеніміз бізге қажетті бұл жерде асықтарымыз, N дегеніміз жалпы асықтар. Демек, N-ді табу үшін, жалпы асықтар табуымыз үшін 5-ке 7-ні қосуымыз керек. Сонда бізде 12 болады екен. Ал енді М дегеніміз бізге боялмаған деп тұр. Жетеуі боялмаған. Демек, П боялмаған деген сөз. Ол бізде тең болады 7 бөлінген 12. Сонда жауабымыз Д екен. Келесі 8-ші есеп. Егістік жерді бірінші тракторшы 9 сағатта, екінші тракторшы 18 сағатта жыртып бітіреді. Осы жерде екі тракторшы бірігіп қанша уақытта жыртып бітіретінін анықтаңыз. Егер 9 сағатта бітіретін болса, бірінші тракторшы. Онда 1 сағатта сол жердің қандай бөлігін бітіреді? 9-дан 1 бөлігін бітіреді. Ал енді екінші тракторшы 18 сағатта бітіретін болса, 1 сағатта қандай бөлігін бітіреді десек, ол 18-ден 1. Енді екеуінің бөліктерін қосамыз. 9-дан 1-ге қосамыз, 18-ден 1. Сонда бізде екеуі бірге орындайтын уақытын Т деп белгілеп қойсақ. Ортақ бөлім береміз. 18 9-ға бөлінеді. Демек, ортақ бөлімі 18 Т. 18-ді 9-ға бөлем. 18-ді 9-ға бөлсек 2 болады. Ал енді Т бар бізде тағы да. Демек, 2 Т-дан ал 18-ден 1-дің шекесіне 18-ді 18-ге бөлетін болсақ 1, демек Т қалады, демек Т жазам. Ал енді 18 Т-ны Т-ға бөлем, сонда Т менді қысқарып кетті, 18 қалды. 18 деп жазам. 2 Т-ға қосамыз, Т-ны тең болады 18-ге. 2 Т-ға Т-ны қоссақ 3 Т, ол 18-ге тең болса, Т тең болады. 18-ді 3-ке бөлеміз, сонда 6. Жауабы 6 сағатта бітіреді екен. Келесі 9-ші есеп. Кубтың толық бетінің ауданын табыңыз. Бұл жерде мына бөлік 1,5-ға тең деген екен. Олай болса, біз толығы барлығы қанша болатын табуымыз керек. 1,5-ды біз 4-ке көбейтуіміз керек. 1,5-ті 4-ке көбейтсек, бізде 6 шығады. Демек, 1 қары 6-ға тең. Енді бір бетінің ауданын табатын болсақ, бұл аудан неге тең болады? Ал жердегі 6, екі жағда 6 болып тұр. Демек, 6-ны 6-ға көбейтеміз, 36 болады екен. Ал енді кубтың қанша жағы бар, жағы деп отқанымыз, мынау осындай шаршылардан құралған беттері бар.
Оны қанша жағы бар десеңіз, отырған бөлмеңіздің жан-жағына қарайсаңыздар, қанша стена, потолок, пол барын көріп тұрсыздар, соны санайсыздар. Ол 6 бізде. Сонда осы ауданды біз 6-ға көбейтуіміз керек. S көбейтеміз 6-ға. Демек, 36-ны 6-ға көбейтеміз. Ол бізде 216 болады екен. Бұл жауабы дұрыс. Келесі, суретте 6 кіші кубиктен құралған фигура берілген. Егер кіші кубиктің бір жағының ауданы 4 см квадрат болса, фигураның толық бетінің ауданын табыңыз. Бұл фигуралар дәл алдындағы есепке ұқсайды екен. Бұл жерде де куб. Енді бұл жерде маңызды болып тұрғаны мынаның дәл ортасында қандай фигура бар. Мынаның жан-жағындағыларды мынаны алып тастасақ, әрқайсысын алып тастайтын болсақ, онда қанша фигура болады деген сұрақ. Қанша жақты фигура? Ол бізде тағы да куб болады. Ол енді кубтың 6 жағы бар. Ал енді мынау алып тасталған кубтардың жақтарының саны қанша? Енді бұл жерде бағана дәл ортадағы кубқа тіреліп тұрған жағында ол бір ғана жағы, ол тиіп тұр. Қалған жақтары оған тимей тұр, демек бөлек тұр. Олардың аудандары қосылу керек. Оны санайтын болсақ, 1, 2, 3, астыңғы жағы бар, мұның 4, мына жағы бар 5. Сонда оның бізде 5 жағы көрініп тұр екен. Енді әрқайсының ауданы 4 болады дейді. Демек 5-ті мен көбейтемін 4-ке. Ал енді ондай көбейтемін біз бағана айттық. Қанша? 6 бар дедік. Енді 5 жердегі 4-дің 20, 20-ны көбейтеміз 6-ға, сонда 120 сантиметр квадрат болады екен. С жауабы дұрыс. Сонымен нұсқамыз аяқталды. Сау болыңыздар, келесі нұсқа талдауда жолыққанша.